Жаңа жылға әзірлік өңірлерде де қызу, мерекелік көңіл-күй ірі қалаларда ғана емес, ауыл, аудандарда да анық сезіледі. Ақтөбелік әріптесім Мансұр Есқожин сөз алады. Үшқұдық ауылындағы орта мектеп оқушылары сабақ арасындағы үзілісте жаңа жыл кешіне соңғы дайындықтарын пысықтауда. Әрбір сынып өз өнерлерін ортаға салып, мектепішілік мерекелік сайыста топ жаруға ниетті. 9-шы сынып оқушылары көмекке жас маман Ақгүл Қалихан қызын шақырған. Биыл ғана жоғары оқу орнын бітіріп, дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша келген физика пәнінің мұғалімі балаларды бірден баурап алған. Сабақтары өте қызықты өткізеді, арасында ойын түрінде де өткізеді. Көбінесе зертханалық жұмыстар жасаймыз, қызықты өте. Биылғы жыл жас маманның өмірінде үлкен өзгерістерге толы болды. Ұстаз атанып, бала тәрбиелеуге жолдама алды. Туған өлкесі Темір ауданынан Алғаның Үшқұдық ауылына көшіп келді. Мемлекеттік бағдарламаның қолдауымен тәуелсіздік мерекесінде баспаналы болды. Жаңа жылды жаңа үмітпен қарсы алмақшы. Өзім оқушы болған кезде бізде де дайындық өте қызу жүретін. Біздерде осы оқушылар сияқты өлең әнімізді дайындап, я болмаса кішкене скетч-шоу көрсететін едік. Және қазіргі кезде мұғалім болған кезде сол көңіл күйді өзім оқушы кезінде қазірде мен сезініп жүрмін.